Әке Асқар Тауым. Сәлем, әке деген сөзді қалай түсінесің? Мен әке деген сөзді баланың қорғаушысы, Асқар Таулы ер азамат деп түсінемін. Әке шаңырақтың тірегі деген пікірмен келісесіз бе? Мен әке шаңырақтың тірегі деген пікірмен келісемін. Себебі әрбір отбасыда әке деген, яғни бір қорғаушының, қолдаушының рөлін ойнайтындықтан біз әкеге әрдайым бір қиын оқиға болған кезде, біреумен ақылдасу керек болған кезде жанына барып жақындаймыз. Сондықтан да біздің әрине тірегіміз болып келеді. Сенің өміріндегі әкенің рөлі? Әкенің рөлі менің өмірде өте маңызды, себебі әр адамның өз әкесі болу керек. Әке деген ол саған тәрбие береді, өмірде қалай өмір сүруді үйретеді. Әке сен үшін жақын дос па? Иә, өйткені әке бізді қорғайды және қызықтырады бізді, ойнатады. Сен әкен үшін не істей аласың? Мен әкем үшін барлығына дайын боламын. Өз әкенді бір сөзбен сипаттап берші. Менің әкем әлемдегі ең жақсы адам. Сенің әкенің саған ұнайтын қасиеті? Менің әкем маған ұнайтын қасиеті ол өте мейірімді, адамгершілік бар қасиеті адам. Ол әр уақытта әркімге көмектесе алады. Сенің әкен өзгелерден несімен ерекшеленеді? Мен ойымша әкем барлық әкелерден ерекшеленеді, себебі мен ойымша мен әкем ең әдемі және де мықты әке. Өз әкенді сипаттап берші. Сәлем, менің әкем ол өте байсалды, біздің үйдің тірегі, ол бізді әрқашан қорғайды, және де ол өте маған қамқоршы адам. Өз әкенді жақын дос ретінде санайсың ба? Мен өз әкемді жақын досым деп санай аламын. Өйткені әр кездегі қиыншылықтарында, өмірдегі жағдайларында мен әкеммен талқылап, одан ақыл кеңес сұрай аламын. Сен әке деген сөзді қалай түсінесің? Мен әке деген сөзді Асқар Тау деп, оны отбасының бір күшті адамы деп санаймын. Өзінің әкен туралы айтып берші. Өзінің әкен туралы айтып берсем, әке ол Асқар Таужан, және де өз балаларын қатты жақсы көреді. Таңнан кешке дейін тер төгіп, балалардың қамқорын ойлайды. Әке деген сен үшін кім? Сәлем, әке деген мен үшін Асқар Тау, ол менің мәңгілік қамқоршым. Өз әкенді бір сөзбен сипатта. Мықты. Өз әкен үшін не істей аласың? Мен әкем үшін почти барлығын істей аламын, өйткені ол менің қамқоршым, Асқар Тауым, және ол мен үшін әрқашан бәрін істейді. Әкенді бір сөзбен сипатта. Ол өте ақылды және мейірімді адам. Сенің әкен басқалардан несімен ерекшеленеді? Менің әкем ол еңбекқор, өте және ақылды, сонымен артық содан ерекшеленеді. Өз әкенді бір сөзбен сипатта. Сәлем, менің әкем мықты.